Сәлем, құрметті достар, сіздермен бірге денсаулық үшін каналы. Менің есімім Венера Жапкерқызы. Бүгінгі тақырып қалай иммунитетті көтереміз, иммунитетімізді қалай қалыптастырамыз. Осы жөнінде болмақ. Лайк бас, комментарий жазып, каналыма тіркеліп отырамыз, достар. Мен комментарияны міндетті түрде қараймын. Және қазақша контентті қолдап жүріңіздер, достар. Барлығы сендер үшін. Иммунитетімізді қалай көтереміз? Осы сұраққа жауап бере кетейін. Иммунитетімізді мен өз тәжірибемнен сізге айта отырамын. Өз тәжірибемнен өзім күн сайын қолданып жүрген чеснок. Осы чеснок арқылы мен иммунитетімді көтеріп жүрмін, қалыптастырып жүрмін. Яғни күн сайын қалай деген сұрақ туындап тұрған шығар. Күн сайын таңертең чеснокты алып, бір зубчикті, бір басын алып, осыны жартыға бөлуіңізге болады. Бірінші азыздан бастайсыз. Осының жартысын алып, яғни таңертең жарты сағат сорасыз, аш қарында, ешқандай тамақ ішпейді, таңертең тұра сала, аш қарында бірінші жарты бастан бастайсыз, жартысын аласыз. Сол жартысын біртіндеп күн сайын сосын үлкен біреуіне көтересіз, яғни көбейтесіз. Осының жартысын алып, таңертеңгілік аш қарында сорасыз, жұтпайсыз, сорасыз, аузыңызға ұстап жүресіз жарты сағат. Жарты сағаттан соң сорылған чеснок көрініп тұрады, уже солып сондай болып қалады, лақтырып тастайсыз. Болды, осы арқылы сіздің иммунитетіңіз қалыптасады және көтеріледі. Чеснокта құрамында иммунитет көтеруге ферменттер көп екенін білесіздер. Сол чеснокты күн сайын мен өз тәжірибеммен айтып отырмын сіздерге. Күн сайын өзім сорып жүргенмін. Яғни нәтижесі өте жақсы. Көбіне гриппен ауырмаймын және басқа да аурулармен көп ауырмаймын. Осының осы чесноктың арқасы деп ойлаймын. Қазіргі кезде пандемия кезінде өте қажет. Қазір иммунитет көтеру осындай уақытта. Сол барлық өзімнің тәжірибеммен бөлісіп саулықтарыңыз мықты болсын. Барлық жақсылықтар тілеймін. Ең бастысы деніңіз сау болсын, иммунитеттеріңіз көтеріңіздер. Және жақсы көңіл күйде жүріңіздер. Келесі видеода бұдан да керемет видеолар шығарамын. Күтіңіздер. Лайк бас, комментарий жазып, каналыма тіркеліңіздер. Келесі видеоны бірінші болып көресіздер. Сау болыңыз.